Болгарскийдің бар витаминін өзінің құрамында қалғанын қаласаңыз, осы тәсілмен жасап көріңіз. Етімізді суымызға салып, қайнатып, көбігін алып тастаймыз. Ішіне пияз саламыз, 2 лавровис саламыз, помидор саламыз, және қайнатып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Күрішке фарш, пияз, укроп, зелень, соларды қалағаныңызша саласыз, приправаларын құясыз, араластырып, мариновать етеміз. Картошка, сәбіз, пияз, тәтті бұрыштар и укроп саламыз. Бір ас қасық томат саламыз, және үстіне сұйық май құйып, тұз салып, приправа саламыз да үстіне құйып мариновать етіп қоятын боламыз жарты сағатқа. Енді болгар бұрышымызға жаңағы начинканы салып, ішіне бір чеснок салып көріңіздер, өте керемет болып шығады. Енді бірінші листіне жаңағы дайын болған начинкамызды саламыз. Енді оның үстіне голубцуімізді салып пісіретін боламыз. Барлық витаминдер өз құрамында қалады, күшті болып піседі, керемет болады. Дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай керемет рецепттермен бөлісетін боламын.